табыстары мен жетістіктерін көрсететін жыл. Себебі жастар ол қазақ елінің болашағы. Ты видела? А это еще кто? Ну да, маленькая талантливая девочка, солистка студии детского творчества «Радуга», Жансулу Сараева. Ты же ее тоже знаешь, Луиза. Зачем спрашиваешь? Әрине білемін, бірақ оның конкурсқа және жастарға қандай қатысы бар? Катяның айтқанын естідің бе? Сен әрине таланттысың, бірақ әлі кішкентайсың. Онда тұрған не бар? Бұйырса мен де бойжетемін. Ал біздің еліміздің жастары өте талантты, және олар мақсаттарына ұмтылу үшін жастайынан үйренуі тиіс. Міне осы байқауды ұйымдастыруға көмектесемін деп шештім, және қолымнан барлығы келеді деп сенемін. Себебі мен осы қалада атақты блогер емеспін бе? Менің инстаграмда жазушылар өте көп. Жақсы, қалса қал, көрерміз қолыңдан не Ну вот, келетінін. а вы говорите, что я маленькая. Тут я смотрю, и помладше меня есть, так что я почти уже молодежь. Қатысушылар дайын, ал олардың өнерін кім бағалайды? Олай болса, қазір біз сіздерді қаздар алқасымен таныстыратын боламыз. Ол ана отырған салиқалы ағалар мен апалар ма? Олар кішкентай балаларға қатал болмайтын шығар. Қайдағы кішкентай балалар, сен жаңа ғана ересекпін, тіпті жастар қатарындамын деген жоқсың ба? Ол мен ғой, байқауға тіпті кішкентай балалар да қатысып жатыр. Достар, сіздер неге өздерінің жеке әндері кішкентай балалардан бастайды деп сұрақ қоятын шығарсыздар. Осындай беделді іс-шараларды кішкентай балалардан бастау. Менің түйсігім кішкентай балалар ең үлкен фантазерлер деп ой салып тұр. Қанекей, бірге тамашалайық.